Көлігіңіздің қамауға алынуын қаламасаңыз, айыппұлдарды уақытында төлеуіңіз керек. Жақында әлеуметтік желілерде Шымкент полициясы 27 миллион теңге айыппұл төлемей жүрген Lexus жүргізушісін ұсталған видеосы көрсетілді. Олар машинаны айып тұраққа қойған сәтінен видео жариялады. Бұл негізі заңды ма? Біз құқықтық мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Сол үшін төленбеген қарызды заңды жолмен өндіріп алған дұрыс. Алайда заңда әкімшілік жазаға тарту туралы қаулы орындалғанға дейін полиция шетел азаматына немесе шетелдік заңды тұлғаға тиесілі автомобильді ғана айып тұраққа қояды деп жазылған. Сонда Қазақстан азаматы айыппұл төлемей жүре берсе бола ма? Әрине олай емес. Жүргізуші қарызды өтегенге дейін сот орындаушылары машинаны айып тұраққа қояды. Оны сот орындаушылары жасауы керек. Ал полицейлер қарызы бар көлікті анықтап, тоқтатуға ғана құқылы. Полиция көлігіңіздің арнайы тұраққа қамаса не істеу керек? Шағымдану қажет. Арызды прокуратураға шағымдаған жөн. Бірақ айыппұлды бәрібір төлеу керек.